Әрбір елдің өзінің тарихы, мемлекеттілігінің қалыптасуының өзіндік жолы бар. Осыдан 30 жыл бұрын Қазақстанда алғаш рет президент лауазымы енгізілді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы түбегейлі өзгерістердің басы болды. Армысыздар, сіздермен бірге Құмар Жүнісов және бүгінгі біздің бейне турымыз Қазақстандағы президенттік институтқа арналады. Бүгін біз Қазақстандағы президент институтының қалыптасуы жайлы баяндайтын залдар бойынша экскурсия жасаймыз. Ел тәуелсіздігінің, мемлекеттілігінің негізін қалаған, президент пен халықтың абыройын айқындаған фото және бейне құжаттармен танысамыз. 1990 жылы 24 сәуірде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғарғы кеңесінің сессиясында Қазақ Республикасының президенті болып сайланды. 1,5 жылдан кейін 1991 жылғы 1 желтоқсанда республикада алғаш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Онда Нұрсұлтан Назарбаев 98,7% дауыс жинап, халықтың сөзсіз қолдауына ие болды. Елбасының жеке мұрағатында 130 мың құжат бар. Олар президенттің қызметі мен қоғамдық жұмысы туралы материалдар. Солардың арасында 1991 жылы алғашқы президент сайлауы қарсаңында елбасының халыққа арналған үндеуі. Бүкіл әлемнің жолы қалыпты экономикаға бет бұру. Әрбір кәсіпкер мен жұмысшыға еркіндік, шаруа қалай жұмыс істегісі келсе соған мүмкіндік беру. Әрбір адам өзінің жеке кәсібін ашуға мүмкіндік алуы тиіс. Тәртіп, үкімет, президент. Тұрақтылық, ауызбіршілік, достық қажет делінген бұл дәптерде. Президент елдің басымдықтарын осылайша айқындап берді. Тәуелсіз Қазақстан президентінің алғашқы қарышты қадамдарының бірі республика шекарасын делимитациялау болды. Егеменді елдің іргетасын қалаудың, жалпы алғанда елбасы қызметінің осы бір маңызды әрі қиын кезеңінің дәлелі ретінде Қазақстан шекарасын делимитациялау тақырыбындағы фотоқұжаттар жинағын айтуға болады. Қай ел үшін болмасын, төл теңгесі бұл экономикалық категория ғана емес, егемендіктің таңбаланған нышаны, деді елбасы. Келушілеріміздің назарына 1993 жылғы 12 қарашадағы президент қол қойған жарлық ұсынылған. Қызықты дерек, Қазақстанның ұлттық валютасының атауы мүлде басқаша болуы мүмкін еді. Мысалы, сом немесе ақша, алайда оған теңге деген атау бұйырды. Бұл сөздің төркіні орта ғасырлардағы Қыпшақ даласында айналымда болған денге деп аталатын тиынның атауынан алынды. Елбасы кітапханасының әрбір залында кітаптар мен жәдігерлердің арқасында республиканың қалыптасу тарихы мен кемелдену жолын байқауға болады. Ал мұрағат құжаттары тәуелсіздіктің тарихын аша түседі. 1995 жылдың көктемінде тұңғыш президенттің тікелей қатысуымен жаңа конституцияның жобасы дайындалды. 30 маусымда құжат бүкіл халықтың талқысына салынды. Бір айдың ішінде қазақстандықтар 30 мың ескертпелер мен ұсыныстар енгізді. Конституция мәтініне 1100 өзгеріс енгізілді. Ал 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда азаматтардың басым бөлігі жаңа конституцияны жақтап дауыс берді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ескертпелері жазылған конституция жобалары қазіргі уақытта елбасы кітапханасында сақтаулы. Елбасы 1992 жылы желтоқсанда Қазақстан халықтары форумында сөйлеген сөзінде қазақстандықтардың басты байлығы халықтар достығы деп атап көрсетті. Дәл сол күні 1995 жылғы 1 наурызда құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы туралы бастамасын алғаш рет ұсынды. Қазіргі уақытта Қазақстанда 130 этностың өкілдері бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүруде. Гимн мемлекеттің басты нышандарының бірі. Жаңа құрылған тәуелсіз мемлекетке барша халықты бір арнаға тоғыстырып, патриоттық рухы мен ортақ мақсатын нығайтатын әнұран қажет болды. Ақын Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазылған композитор Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні сөзсіз сондай әнұранға айналды. Гимн мәтініне Нұрсұлтан Назарбаев енгізген өзгерістер оған ерекше маңыз берді. Қазір тұңғыш президент өз қолымен өзгеріс енгізген гимн мәтінін кітапхана экспозициясынан көруге болады. Тұңғыш президент ретіндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың жігерлі де терең ойластырылған бастамасы елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру болды. Бұл тарихи оқиға 1997 жылы 10 желтоқсанда жүзеге асты.
Өзінің тәуелсіздік дәуірі кітабында мемлекет жүрегі оның астанасында соғады. Бұл бұлжымайтын ақиқат. Жас мемлекетке міндетті түрде жаңа, заманауи Астана қажет екенін тәуелсіздіктің бірінші күнінен ақ ойладым. Осы ойымның дұрыстығына нық сенімді едім деп елбасы еске алады. Бұл тұңғыш президенттің қуатты стратегиялық бастамасы еді. Әрине, бірқатар азаматтар оны қолдай қоймағанын айта кету керек. Күмән, үрей және сенімсіздік болды. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевта емес. Оның қайсарлығы мен мақсатқа қол жеткізе білу қабілетінің арқасында Қазақстанның астанасы Еуразияның қақ ортасынан орын алды. Ақмола, Астана, ал қазір Нұрсұлтан бұл Қазақстан халқын біріктіретін, елдің өрлеуіне импульс беретін саяси орталық. Құс желге қарсы ұшса ғана биікке самғайды деген халық даналығы бар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті ретінде Нұрсұлтан Назарбаев көптеген батыл да көреген қадамдар басты. Солардың бірі тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында әлемдегі 4-ші ядролық арсеналдан бас тарту және Семей ядролық сынақ полигонын жабу болды. Ядролық қарудан азат бейбіт әлемді құруға қосқан үлесі үшін елбасы жаһандық антиядролық қозғалыстың әлем қауымдастығы мойындаған көшбасшысына айналды. Кітапханада батыл саяси лидер ретіндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл қырына көлемді экспозиция арналған. Ядролық қарудан және ядролық сынақтардан бас тартуға негізделген жалпыға бірдей қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты еліміздің тұңғыш президенттің жаһандық ұстанымдары, мұрағат материалдары, музей жәдігерлері мен ғылыми зерттемелер осы экспозицияда ұсынылған. Елбасы кітапханасының келушілерінде Нұрсұлтан Назарбаевқа әр жылдары берілген халықаралық наградалардың түпнұсқаларымен танысуға тамаша мүмкіндік бар. Қазақстанның тұңғыш президентіне берілген наградалар елбасының жоғары халықаралық беделін және халқымызға деген құрметті көрсетеді. Қазақстанның тұңғыш президентінің мемлекеттік наградалар жинағында көптеген мемлекет басшыларының жоғары құрмет белгілері бар. Олардың ішінде Ресей Федерациясының ең жоғары наградасы Әулие апостол Андрей Первозванный ордені бар. Бұл 17-ші ғасырда негізі қаланған алғашқы ресейлік орден. Өз уақытында аталған орденмен Наполеон Бонапарт, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион марапатталған. Мемлекетті басқарудағы шеберлігі мен дарындылығы үшін қазіргі өркениетте теңдессіз үлгі ретінде конфессия аралық келісімді сақтап қалғаны үшін Нұрсұлтан Назарбаев Ватикан және қасиетті тақтың жоғарғы наградасы Пи орденімен марапатталды. Сонымен қатар коллекцияда Ұлыбритания, Жапония, Мысыр, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Франция және әлемнің көптеген басқа елдерінің жоғары мемлекеттік наградалары бар. Қазақстандағы президенттік институттың даму тарихы көптеген ірі және маңызды оқиғаларға толы. Олардың бастамашысы Нұрсұлтан Назарбаев. Кітапхана коллекциясы 2019 жылғы 19 наурыздағы фотосуреттер мен мұрағаттарды ұсынады. Бұл күні президент өзінің лауазымынан кетті. Бұл Қазақстанның тарихында ғана емес, бүкіл халықаралық қоғамдастық тарихындағы шын мәніндегі маңызды оқиға болды. Елбасының көреген қадамын, оның өркениеттілігі мен терең ойластырылған шешімін бүкіл әлем жоғары бағалады. Бұл шешім елбасының жоғары саяси мәдениетінің көрсеткіші болды. Қазақстанда президенттік институт демократиялық қайта құрулардың тұтқасы, ұлттық қауіпсіздіктің, тәуелсіз Қазақстан тұтастығының кепілі болды. Сондай-ақ елдің саяси бағыты сабақтастығының негізіне айналды. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемдік саяси кеңістікте берік позицияға ие. Түбегейлі жаңа саяси жүйе қалыптасты. Әлеуметтік жаңғыру және ұлттың адами капиталын дамыту бағытына бет алды. 2019 жылғы 9 маусымда кезектен тыс сайлауда Қазақстан халқы Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан президенті етіп сайлады. Бұл таңдау Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашақ ұрпаққа көрсеткен бағытын қолдаудың белгісі. Қымбатты достар, бүгін біз әлемде Қазақстан жолы немесе Назарбаев моделі деп аталатын ұзақ жолдың маңызды оқиғаларымен ғана таныстық. Алдағы шығарылымдарда біз елбасы кітапханасы қорындағы басқа да жәдігерлеріміз жайлы әлқиссамызды жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.